Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерменен медовик тортының рецептін бөлісемін. Бұл рецепт шынымен де ең жақсы рецепт. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнауы сөзсіз. Торт керемет, осындай жұмсақ болып шығады. Сол себепті жасап көруді кеңес беремін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда сіздерменен ең жақсы рецепттермен бөлісемін. Бізге керек болады ұн, қант, жұмыртқа, бал, сары май, сүт, кішкене уксус және нан содасы керек болады. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, үстіне қантты салып аламыз да жақсылап араластырамыз. Үстіне сары майды қосамыз. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында болуы керек. Сары майды ертіп те салмаймыз. Міне араластырып алдық. Енді үстіне сүтімізді құйып аламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Үстіне 2 ас қасық балымызды қосамыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Міне араластырып болдық. Енді осы ыдысымызды алып, қайнап жатқан судың үстіне қойып қыздырамыз. Газымыздың асты жануы керек. Міне мен осындай кастрөлдің ішіне суды құйып, үстіне массамызды толықтай ертіп алдым. Массамызды тез-тезден араластырып тұрамыз. Міне осындай болып еріді. Жақсылап араластырып аламыз. Міне осындай болған кезде массамызға ас содасын, соң уксусты қосып, оны да араластырып аламыз. Оттың астын өшіріп, ыдысымызды бөлек аламыз. Массамыз осылай болып шығады. Енді массамыздың үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды бірден көп салып жібермейміз, електен өткеріп, осылай салып аламыз. Ұнымыздың өлшемі 400-450 грамм болуы керек, одан аспау керек. Болмаса қамырымыз дұрыс шықпай қалады. Мінекей осылай аз-аздан құйып, венчикпен араластырып тұрамыз. Осылай қаймақ сияқты болып шығады қамырымыз. Енді бұның бетін жауып, 1,5-2 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Міне менде 1 сағат тұрды. Сіздер 1,5-2 сағат қойсаңдар болады. Бұдан да қаттылау болып шығады. Негізі қаттылау болып шыққанда жақсы. Столымыздың үстіне кішкене ұн сеуіп аламыз, жабыспауы үшін. Соң қамырымызды рулет сияқты қылып орап аламыз. Мен 9 бөлікке бөліп алдым. Ол өздеріңіздің қалауыңызша 11-12 бөліктерде шығады. Мен осылай пергамент қағазға жайып алдым. Пергамент қағазға жаю өте ыңғайлы. Міндетті емес, доп-домалақ болып жаю. Қазір біздер піскеннен кейін оны домалақ қылып кесіп аламыз. Міне қамырымызды жайып алдым. Енді бұны печкада 220 градуста 3-4 минут давамында пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, қызарғанша пісіріп алсақ болды. Міне мен осылай пергамент қағаздарға жайып алдым. Осылай ыңғайлы болу үшін барлығын осылай жайып аламыз. Мінекей мен осылай қызартып пісіріп алдым. Қатты көп ұстамаймыз пешкеде, болмаса күйіп кетеді. Мен осылай домалақ қылып кесіп алдым. Егерде сіздерде домалақ болмаса, кастрөлдің қаппағымен де кессеңіз болады. Қазір кесіп аламыз, болмаса кейіннен қамырымыз қатып қалады. Шетін алып қаламыз, оны кейіннен тортымызды әсемдеуге алып қоямыз. Міне осылай доп-домалақ әдемі болып шығады. Мінекей мен осылай барлық корждарын пісіріп алдым. Енді бұл коржымыздың үстіне крем жағамыз. Крем менде заварной крем, яғни қайнатпалы крем. Бұл YouTube каналымда бар. Медовик тортына негізінен осы қайнатпалы крем ең жақсы крем болып есептеледі. Әрі дәмді, әрі қолжетімді заттар жұмсалады. Мен әрдайым осы медовик тортына осы қайнатпалы кремді пайдаланамын. Мен осылай барлығын жайып шықтым.
Шетінен ауысқан қамырлардың барлығын майдалап, оқтаумен үгітіп аламыз. Соң осылай торттың үстіне әсемдеуге себіп шығамыз. Міне медовик тортымыз дайын болды. Енді бұл тортымызды холодильникке 2 сағатқа алып қоямыз. Сол кезде жұмсақ болып шығады. Достар, мінекей медовигіміз дайын болды. Осында әдемі, жұмсақ болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер міндетті түрде. Өте керемет рецепт, шынымен де. Мен осылай дастарханға қоюға осылай үш-бұрыш қылып кесіп алдым. Мінекей қараңыздар, осындай жұмсақ болып шығады. Достар, видео ұнаған болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.